ұстазы Аманжолова Гүлсана Жолдас қызы мен оның шәкірті Жолжантегі Ақмаржан Нұрлан қызын ду қол шапалақпен ортаға шақырайық. Сәлем бердім бәріне бас иіпмен. Бұл байқауға бел будым түйініп мен. Таныстыру шарт еген бірімізді біріміз. Бастайын бір Аллаға сыйынып мен. Шәкірттерім, сырлас менің достарым. Солар менен жаңа өмірді бастадым. Сондай шәкірт менде де бар сүйкімді. Жолжан Ақмаржан Нұрлан қызы есімді. Ғылым жолын тереңнен тере білген, жет атасын түп жағынан зерттеген. Міне біздің Ақмаржан осындай санасына түйген оның көптеген. Бойында тұнған өнері, қолынан бәрі келеді. Алдына сайыстарда жан салмаған, сыныбының жайқалған раушан гүлі. Оқушымен мақтанам, олар сансыз. От жүрекпен өртене сүйем шамсыз. Деп тілеймін таусыла оза шауып, жүйріктерден суырылып шықса шансыз. Сынып менің сахнам, отталаңым, сонда барып қып-қызыл шоқ боламын. Шоқ болмасам, қып-қызыл от болмасам, онда тоқырап тот басып жоқ боламын. Көбінде мен сыныпқа сертпен келем, қорғасындай зіл болып өрттен денем. Жалғыз ой бар көкейде, шәкіртімді ізгіліктің ауылына ертсем деген. Арманымның жетегіне ілесіп, ордасына ендім бүгін білімнің. Мектеп іші үлкен кіші күн кесіп, сөмке ұстап көппен келген бір қызбын. Кітап алдым лүпілімен жүректің, көңілімде күй ойнады сонда бір. Пардаға кеп отырғанда дір еттім, қуаныштан құйылғандай қолға нұр. Тағы шаттық шалқып бойымнан, әттей жақты кеудеме ілім шырағын. Кеше ғана баса алмайтын ойымнан, балалармен 4 сабаққа шыдадым. Алдыңызда 22 шәкірт балаң, солардың ертеңіне жаныңыз алаң. Жолдас қызы Гүлсана ұстазым бар, білім туын әрқашан нұр ұстаған. Елі қаңлы кіл батыр бабалары, тәуекелі құрметтеп әруағын. Дулат деген ұлы жүздің бірелі, осы елге келін болған келгелі. Тәтті ана, екі бірдей ұлына, айналармыз осы байқаудың жұлдызына. Несі бар, бәйге десе ақпылымды, Баймырза Беспаев мектебінің қоржынына. Ұстазымның басталғанда еңбек күні, өнеге, үлгі, тәрбие теңдеп білім. Жез қоңырау үнімен сабақ бастап, ой жеткізер көкейге мәндеп тілі. Сұрасады балалар, сыр ашады, жан домбыра құлағын бір асады. Ондай сабақ үстінде шәкірттердің маздат қандай болады жан сарайын. Ұстазыма мың алғыс, алғыстарым көп менің. Асланан мектебім үйреткені адалдық, ұсынғаны адамдық, текті мінез даналық. Бар ұстазға тілейміз бақыт, табыс, амандық. Рахмет. Айта берсек зорайып таныламыз, уақытын алып өзгенің не қыламыз? Көпке ұсынамыз, барымызды, білгенімізді байта қояр дейсің жүрегімді.
Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Тараз Алматы жол бойында Ақбұлым ауылының кіреберісі. Тәуелсіз еліміз жыл санап табандап алға басуда. Мемлекеттің негізгі тірегі ауыл екені айдан анық. Өйткені ел байлығы алтын астықты өндіретін ауыл диқандары, мал өсіріп, сүт, ет дайындайтын ауыл адамдары. Елдің болашағы жастардың дені ауылда дүниеге келеді. Түптеп келгенде ауыл өскелеңде өрнекті өміріміздің айнасы іспеттес. Ауыл мен адамда, ауыл мен қоғамда бір-бірінен алшақ кете алмайды. Саналы ғұмырын өзінің кіндік тескен ауылында өткізіп еңбек еткен азаматтың өзі мен бірінші ата-анама, екінші туып өскен ауылыма қарыздармын дейді. Сондай ауылдардың бірі Ақбұлым ауылы. Ақбұлым ауылының тұрғындарының тіршілігі, шаруашылығы алмамен байланысты. Егер ауылымыз таза болса, біздің де жүрегіміз таза. Ақбұлым ауылы ежелгі Тараз қаласының тарихымен тығыз байланысты. Ауыл тарихи ескерткіштерге бай. Осындай тұңғиық терең баяны бар бейнелеу жартас өнер туындыларын пиктографикалық біздің ата-мекен қызығушылық клубының мүшелері Ақбұлым ауылы маңындағы Қамысты бұлақ шатқалынан тапты. Бұл тарихи қазақтардың ежелгі бейнелеу өнерінің мәдени байланысының жалғасы деп түсінгеніміз жөн. Көне заман адамдардың қарғаға, тастарға шегіп талған суреттерін кездестіруге болады. Рахмет, уақыт болды уже. Жаңа бәрін сонымен тоғыстыру керек екенсіңізбен. Адамның өмірі қанша жыл өмір сүрсе де, қайда жүрсе де, мектеп орны ешқашан да ұмытылмаз. Мектеп білім айдынындағы көл секілді. Сондай көлдің, теңіздің кеменің бірі Ақбұлым ауылындағы Баймырза Беспаев орта мектебі. Баймырза Беспаев орта мектебінің негізі 1987 жылы қаланған. Баймырза Беспайұлы 1898 жылы Жамбыл ауданы Жасөркен ауылында дүниеге келген. 1920 жылдардан бастап мұғалімдік қызмет атқарады. Енді біз өміріміздің күнделікті ғана өмірден алып, себебі көрсететін болсақ, көлемді бірнеше сағатқа шығатын өмір шығады. Мынау біздің оқушыларымыздың мектеп ауласын көгалдандыру жұмыстарымен айналысуда. Сабақта несі бар. Болды, көріне береді кім, рахмет. Гүлсана.